Темір жолшылардың санитарлық, тұрмыстық, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша 2023 жылы Қазақстан темір жол желісінде шалғай учаскелерде жұмыс істейтін жол шаруашылығы және байланыс қызметкерлерінің тұруы үшін модульдік үйлер орнатыла бастады. Ғимараттың іші қазіргі заман талабына сай, барлық қажетті жағдай жасалған. Толығырақ алдағы сюжетте. Модульдік ғимараттар отандық зауытта шығарылып, барлық қажетті жабдықтар жасалады. Бұл 8-ден 10 адамға дейінгі үйлер. Оларда темір жолшылардың жайлы тұруы мен демалу үшін қажеттінің бәрі қамтылған. Стандартты ғимараттарда жиналыс өткізетін кеңсе, душ кабиналары, тұрмыстық қажеттілікте керек техникалар, жиһаз және ыдыс-аяқпен жабдықталған. Бұған қоса модульдік үйлерге су тартылып, электр желілері орнатылған. Өткен жылы барлығы 132 модульдік ғимарат сатып алынды. Бүгінгі таңда міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Осындай тип 3 модульдері, тип 2, тип 1 деген 3 модуль бар. Олардан бері осындай қолданысқа беріліп жатыр. Мұндай бізде 4 тип 3 салынды. Тип 2-ден 2, тип 1-ден 2. Қайрақшықта Шаған, Ауыл, Белағаш, Түйсекен деген, Жалпақ деген жерде өзіміздің бекеттеріміз бар. Сол жерде бәрі ішіндегідей бана көргендей төсегі мен жуынатын душ кабинасы бар, асханасы бар, киім шешінетін, жол бойында барғанда командировка жіберген кісілерді демалатын орындар бәрі осындай. Электр жылытқыш қойылғандықтан үйлердің іші қыстың ызғарлы күндерінде де жып-жылы болып тұрады. Жазда желдеткіші бар. Семей жол дистанциясы 2-ші өндірістік учаскесі, 8-ші линия бөлімшесінің жұмысшылары модульдік ғимараттың мүмкіндігі мен тиімділігін қуанышпен бөлісуде. Қазіргі заманға сай міне модуль беріп жатыр Қазақстан темір жолының басшылары. Үлкен рахмет сол кісілерге. Жақсы, жәнегідей көрдіңіздер үшін. Жақсы, бұрынғыдан қарағанда ішінде бәрі суы да бар, жуынатын жері де бар, жататын жері, демалатын орны бар. Жақсы, бұрын енді ескі болатын. Қазіргі енді міне бұрынғысы ескі тәбінеміз болған. Қиын не болды? Қазір міне жақсы. Сонымен қатар бүкіл ел бойынша темір жолдары бойындағы аралықтарда жұмыс кезінде темір жолшылар жаңбыр мен желден паналай алатын 1224 жылыту пункті орнатылған. Оларда пеш, үстел және орындықтар бар. Пайдалануға жарамсыз ескірген құрылыстарды тұрмысқа қолайлы жаңа баспаналар ауыстырды. Бұрын мен өзі келгелі бұрын болған ғой, ескісі оны алып тастаған. Мына былтыр қойды мына модульді. Жақсы іші, уютно, от жағамыз, тамақ ішеміз, қысты күні, жазды күні жаңбыр жауса осының ішіне тығыламыз. Осында жұмыс істеуге келген кезде осында кіреміз. Бар условиясы бар ішінде, жақсы. Биыл шалғайдағы станциялар мен разъездерде осындай 100-ден астам модульдік ғимарат орнату жоспарлануда. Аслан Ертісбаев, Ерсі Көшерхан, Семей телеарнасы.